Баршаңызға сәлем. Әрі қарай тіркеуімізді жалғастырамыз. Біз әлі пароль мен паспортымызды қоспадық. Бүгін осымен айналысатын боламыз. Настройкамызға басамыз. Біріншісін басамыз. Логин паспорт басамыз. Әрі қарай барлық тексеру мен идентификацияны өтеміз. Change Now'ды басамыз. Енді бұл жерде 8-ден 20-ға дейін әріптер мен сандардан тұратын пароль ойластырамыз. Сейфті басамыз, сақтаймыз. Тіркелдік. Әрі қарай тағы да настройкамызға басамыз. Біріншісін басамыз. Login методты басамыз. Біріншісін басамыз. Complete. Verify now. Енді паспортымызды сканерлейміз. Паспортымды сканерледім. Бүкіл данныйым түсті осы жерге. Міндетті түрде қатесі бар ма жоқ па тексеріп жіберіңіздер. Көк кнопкамызды басамыз. Енді біріншісіне басамыз. Енді бұл жерде өзіміздің түрімізді сканерлейміз. Окей басамыз. Енді тағы да біріншісіне басамыз. Осыны басамыз. Және де екіншісін басамыз. Әрі қарай адресімізді таңдаймыз. Үстіндегі біріншісін басамыз. Мына жерге Қазақстан деп жазамыз, немесе Қазақстанды таңдаймыз. Мына Қазақстанды басамыз. Енді мынау екіншісіне өзіңіздің қалаңыздың адресін жазасыз. Одан кейін көк кнопкамызды басамыз. Одан кейін мына Occupation type'қа басамыз. Үшіншісін басамыз. Енді екіншісі гендерге басамыз. Гендерде менде female деп таңдалып тұр. Бұл жерде әйел деген сөз. Егер сіздерде таңдалмаса, онда басқан кезде male деп шығады. Male ол еркек, female деген әйел. Осымен бізде тіркеуіміз аяқталды. Тағы да бір тіркеуіміз қалды. Оны келесі сабақта мен сіздерге көрсетемін. Егер де мені видеом ұнаса, тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.